Құрметті менің YouTube каналымның көрермендері, бүгін біз сіздермен тіл үйретін жаппасайды дайындаймыз. Бұны үнді мантысы деп те атайды. Ол үшін бізге 300 немесе 350 грамм ұнымызды електен өткіздіреміз. Оның үстіне бір жұмыртқамызды салып, тұз қосылған суымызды салып, еттің қамыры секілді тығыз қылып қамырымызды илейміз. Жақсылап араластыру керек, өйткені ортасына түйіршік болмау керек. Мінекей осы сияқты тығыз қамыр пайда болады. Және бұл қамырымызды алып, таза целлофанға салып, тындырып қоямыз. Бұл қамыр тынып тұрғанша біз салмасын дайындаймыз. Салмасына 300-350 грамм фарш немесе ет, және 2 картоп, қызанақ, сәбіз, пияз, 2 болғар бұрышы, және де 3 сарымсақ және аскөк керек. Осылардың барлығын 4 бұрышты етіп турап аламыз, өздеріңіз көріп тұрғандағыдай. Енді қызып тұрған қазанға майымызды құйып, оның үстіне фаршымызды немесе етімізді салып, жақсылап қуырып аламыз. Жақсылап қуырамыз етімізді, және осының үстіне 3 тал сарымсағымызды салып, тағы да ары қарай қуырамыз. Осылай кезекпен кезек біз жаңағы пиязымызды саламыз, болгар бұрышы мен сәбізімізді салып, барлығын орташа отта жақсылап қуырып аламыз. Бұл тағам өте дәмді, дәмі де ерекше және өте дәмді тағам бірі болып саналады. Бұны кей жерлерде жаппасай деп те атайды, ал кейбір жерлерде бұны үндінің мантысы деп те атай береді. Енді татымына қарай тұз және қара бұрышымызды қосып, қазанымызды тағы да салмасын тағы да араластырамыз. Жақсылап қуырылу керек, өйткені жақсылап қуырылған тағамның дәмі де өте ерекше болады. Осының үстіне бір қызанағымызды салып, және тағы да қуырамыз. Бұл қызанақты саламыз, оның үстіне тағы да бір кішкене қасықпен томат пастасын саламыз, өйткені қып-қызыл болу керек. Оның үстіне жаңағы 2 тал картопымызды салып, жақсылап қуырамыз. Енді үстіне қайнап тұрған суымызды осы салманың бетімен бірдей қылып, суымызды құямыз. Мінекей өте жай отта осылай біздің салмамыз қайнап жатыр. Енді біздің салмамыз піскенге дейін біз қамырымызды жайып аламыз. Қамырымызды домалақ етіп сағат тілінен жаямыз. Және де еттің қамыры сияқты жұқа етіп жаюға тырысыңыздар. Және қамыр жайған кезде де оның ортасын баспай, тек қана 2 жәнін баса отырып, әдемілеп жайып шығамыз. Мінекей осылай жұқа қамырымыз шықты. Енді сұйық маймен қамырымыздың барлық шетін осылай майлап шығамыз. Осыны 4 бұрышты етіп кесеміз, мантының қамыры сияқты. Мінекей қараңыздар, өте жұмсақ, өте жұқа, әдемі болып тұр. Енді осы май жағылған бетін подлив бетіне қарай қаратып, қамырымызды қазанның бетінің барлығына орналастырамыз. Енді піскен қамырларымызды тарелканың үстіне айналдыра қойып шығамыз. Мен өздеріңіз көріп тұрғандағыдай қамырлар бір-біріне жабыспайды, өте жақсы піскен. Енді оның ортасына жаңағы салмамызды саламыз. Салмамызға ет қоссаңыздар да болады, бірақтан мен фаршпен жасадым. Бір жасағаннан шығатын өте дәмді тіл үйретін тағам. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет.